Алло, сәлеметсіз бе? Бауыржан дегенсіз бе едіңіз? Мен хабарландыру бойынша хабарласып тұр едім. Сіздің номеріңізді танысым берген еді. Мен өзіме жалдап тұратын бөлме іздеп жүрмін. Осы бір қарапайым ғана қоңыраудан бастап екі тағдырдың жолы түйісті. Бұл үй иесі Бауыржан мен Шымкентке жұмыс іздеп келген 25 жастағы Тоғжанның хикаясы еді. 46 жастағы 3 баласы бар отбасылы Бауыржан үшін бұл күнделікті әдеттегі әңгімелердің бірі секілді көрінген. Ал Тоғжан үшін сол бір қоңырау өткен өмірмен қоштасып, жаңа тағдырдың есігін қаққан сәт болатын. Ұялшақ көп сөйлемейтін, ауылдан ұзап көрмеген Тоғжан Шымкентке үлкен үмітпен келген. Қаланың шу тіршілігі, бөтен адамдар, белгісіз болашақ, бәрі қорқынышты, бірақ ауылда қалу одан да ауыр еді. Тоғжан ауылда почтада кассир болып жұмыс істеген. 19 жасында тұрмысқа шықты. 6 жыл бір шаңырақтың астында өмір сүрді. 6 жыл үміт пен күтудің арасында өтті. Бірақ сәби үнін есту бақыты бұйырмады. Ем-дом, тексеріс, сабыр бәрі болды. Алайда соңында ата-енесі тағдыр солай деген желеумен еш айқай-шусыз екі жақтың келісіммен Тоғжанды өз үйіне қайта келіп тастады. Ауыл іші кішкентай ғой. Біреу аяды, біреу өсектеді, біреу іштей кінәлады. Ал Тоғжанның жаны үнсіз ғана жараланып жатқан еді. Негізі, кінә күйеуінен деген сыбыс болды. Бірақ шындықты мойындап соңына дейін емделіп жүруден гөрі Тоғжаннан құтылу оңай көрінгендей. Солайша бір тағдыр үзіліп, бір өмір аяқталды. Тоғжан ауылда қалғысы келмеді. Әр көше, әр үй, әр сөз өткенді еске салатын. Сондықтан ол бір шешімге келді, қалаға кету. Жаңа өмір, жаңа бет, жаңа үміт. Ал Бауыржанның үйіндегі бір бөлме Тоғжан үшін жай ғана баспана емес, тағдырын мүлде басқа арнаға бұратын мекен боларын ол кезде ешкім білген жоқ. Бауыржанның нық әрі қатаң дауысы Тоғжанды аздап қобалжытып жіберді. Иә, жібереміз. Бір жұмадан кейін босайды. Аулада екі үйдің бірі. Бізбен бір аулада айына 50 мың. Деп барлығын түсіндіріп айтты. Бір жұмадан кейін Тоғжан сіңілісімен үйді қарап қайтты. Үй ұнады, ақшасын беріп кілтін алып кетті. Үй иесі Бауыржан қыз көрсе көзі жайнап шыға келетін асау ағасы екен. Әйелі де соны білсе керек. Тоғжан демалыста көшіп баруды жоспарлап отырды. Кешкісін WhatsApp-ына үй иесі Бауыржаннан хабарлама келді. Тоғжан, сәлеметсің ба қарындасым, сіз қашан көшіп келейін деп жатырсыз? Көмек керек болса айт, поезден түскеннен кейін күтіп алайын, таксиге ақша төлеп жүресің бе? Деп қамқорлық танытқандай болды. Тоғжан Бауыржанның бұл сөздеріне дәм риза болды. Рахмет Бауыржан аға. Өзім жетемін ғой. Деп жазып жіберді. Көзді ашып жұмғанша демалыс күндері қалаға көшіп барды. Алып баратқан көп жүгі жоқ еді. Сондағы екі шағын чемодан. Тоғжан қарындасым. Келдің бе? Қош келдің, ал жайғаса бер, бір керегің болса қысылма, мен бармын, үйде апаң бар деп әйелімен таныстырды. Бауыржанның жары Тоғжанға қуана қоймады. Құдды бір шикілікті сезгендей. Мен осы Бауыржанның жарымын, үйге қатысты мәселең болса, өзіме хабарлас, жолдасымды мазалаудың қажеті жоқ. Деп тынымсызданып сөйледі. Тоғжан бұл әрекетін жай қабылдап жақсы апай деп үйіне орнала берді. Бір аулада екі үй. Менің жалдаған үйім шағын бір бөлмелі, шағын кухнясы бар. Ал осы үйдің артында үлкен екі этажды үй Бауыржанның отбасымен үйі орналасқан. Арада бір жұма өтті. Тоғжан жұмысқа орналасты, күнделікті өмірі жұмыс пен үй арасы. Күнде болмағанмен анда-санда үй иелерімен жүздесіп хәл сұрасып қалады. Бір күні Тоғжан WhatsApp статусына шашын жайып, әдемі көйлекпен түскен фотосын қойған болатын. Кеште жатар алдында WhatsApp-қа Бауыржан реакция қалдырып, көркемсің ғой Тоғжан, деп жазып жіберіпті. Тоғжан жауап берер-бермесін білмей, ойланып кешкі 11-дің шамасында рахмет деп жауап жазды. Бауыржан әйелі болса да, дым қысылып қымтырылмай диалогты жалғастыра жөнелді. Ертең жұмысқа таңғы 8-де шығамын, байқап жүрмін, сен де сол уақытта шығып жүрсің, сені жеткізіп саламын, деп жазды. Тоғжан болса, жоқ, аға.
Керек емес деп қарсылық білдіріп, телефонын өшіріп ұйықтап қалды. Таңертең Бауыржан қақпа алдында Тоғжанды тосып тұрды, екеуі бірге кетті. Жол бойында ананы-мынаны айтып, Тоғжанның көңілін аулап, күлдіртіп, жұмысқа әбден жеткен кезінде, мына торт пен тәттілер саған, ала ғой, жұмыстастарымен шай ішерсіңдер, деп бір пакет тәттілер тастап кетті. Тоғжан осының бәрінен қорықты, себебі әйелінің ызғарлы жүзі көз алдында тұрды. Осылайша арада 4 ай зулап өтіп кетті. Бауыржан мен Тоғжанның арасы жақындай түсті. Бауыржан бүкіл жағынан қамқорлық танытып, көңілінен шығып, Тоғжанға да ұнай бастады. Тоғжан аппақ жүзді, көзі мөлдіреген нәзік келіншек болатын. Бала тумаған, тек күйеуде болғаны болмаса қызда еді. Ал Бауыржан кеудесі қақпақтай толы қара торы азамат. Екеуінің жай ғана достық әңгімелері басқа шекараға өтіп, тақырыбы да өзгере бастады. Бауыржан әбден суы құрып, тағаты бітіп жүрген асау еді. Тоғжан да көңілі ауып, екеуінің ойы да, қалауы да бір еді. Тоғжан: аппағым, елігім, нәзігім сол, менің төзімім бітті ғой, түнде есікті кілттемеші, үйдегілер ұйықтағанда келемін, деп жазды. Тоғжан да осыны күткендей жақсы деп жазып жіберді. Сол кеште Тоғжан жас қыздай қобалжып, беті қызарып, дірілдеп тынымсызданып жүрді. Тоғжан әдемі көйлегін киіп, шашын жайып, кремдерін жағып, сайланып тосып жатты. Түнгі 2-де Бауыржан кірді. Олар ешкім байқамасын деген оймен жарықты қоспады. Бауыржан аға, мен қорқамын, қатты қорқамын, деп сыбырлады Тоғжан. Тоғжанның бойында расымен үрей болды. Себебі әйелі бұл әрекетін білген күні не боларын білді. Қорықпашы, келші маған, деп Бауыржан кең құшағына Тоғжанды кіргізді. Бауыржанның үстінен шыққан әтір, аздап тер және темекінің иісі Тоғжанның мұрнын жарып жіберді. Көптен ерді сезбеген Тоғжанда аш еді. Бауыржан киімнің сыртынан құшақтап тұрғанда, Тоғжанның жұқа көйлегінің сыртына тірелген тентегі зор еді. Тоғжанның денесін ілекті тоға шымырлатып өткендей болды. Ах, деп ахілдеді қалды. Көптен болмадың ба? Деп Бауыржан көзіне тіке қарады. Иә, деп Тоғжан дірілдеді. Бөлмеде бір адамдық жұмсақ кереует болатын. Еденге жайғасып бастадық. Тоғжанның аппақ гүлі сусылдап асыға ашылып тұрды. Айдың жарығымен бәрі анық көрініп тұрды. Бауыржан тентегінің ұшын аздап үйкеп, ішіне ұрып сала қоймады. Тоғжанның реакциясын көрген қатты ұнаған болу керек. Тоғжан Бауыржанның тентегінде жарықты анық көрді. Қандай үлкен еді? Ұстап көрсем бола ма? Деп еркеледі. Сол химиялық реакция 3 сағат созылды. Дәруменге әбден тойды. Таңертең ештеңе болмағандай әркім өз тірліктерін жасай берді. Бұл байланыс ендігі күнделікті әдет немесе бір міндет секілді болып кетті. Бауыржан әйеліне күмән тудырмау үшін келмейтін кештерде Тоғжан ашуға бой алдыратын болды. Тіпті бойын қызғаныш билеп, небір нәрселер жазатын болды. Ұялшақ, үндемейтін сабырлы Тоғжан асау бәйгенің дәмін әбден татқаннан кейін шыдамсыз болып кетті. Тіпті күнде қалайтын болды. Бәлкім айғыры үлкен әрі жуан болып, аппақ гүлін ұзақ суарғасын сондай болғаны шығар. Демек бұрын соңды өз жолдасына бұлай ашылмағаны болу керек. Тоғжанның басы әбден кетті. Бауыржан іс сапармен 10 күндеп кететін шақтарда өзін қоярға жер таба алмай қиналатын болды. Ол өзі түсінбеді. Неге бұрын бұндай күй кешпегені туралы. Бір күні таңғы 7-нің шамасында Бауыржанға WhatsApp-ына хабарлама жазды. Өтініш ретінде емес, осы жолы бұйырғандай жазды. Бауыржан аға, 10 минутқа келші, айтатын бір ауыз сөз бар, әйтпесе өзім келем сізге. Деген сөзді Бауыржан оқи сала, үйден шығып Тоғжанға келді. 3 күн көріспеген еді. Айта бер. Тез. Мен асығыспын, үйде адамдар ояу, өзім келем кеште. Деп қатты сөйледі. Тоғжан тентегіне алақанын салып қысты. Жоқ, қазір. Деп алақанына сыймай тұрған тентегін қысты. Тентегі әлбетте оянды. Сол жерде уақыттың аздығына ыңғайлап жарға қаратып ұрғылады. Тәттісін-ай деп Тоғжан ботадай боздап ыстық демалды. Бауыржан аға, саған есімде, тәнім де әбден ауған. Не қылған адам едіңіз? Деп иіскеді. Бауыржан асығып кетіп қалды. Арада 3 ай өтті.
Кездесулер жиілей берді. Бір күні Тоғжан айтқанды тыңдамай обед уақытында WhatsApp-ына хабарлама жазып, өзінің құпия суретін жіберді. Сол мезетте Бауыржанның әйелі жолдасының Каспийінен перевод жасап жатып барлығын көріп, өз көзіне сенбей отырып қалады. Жолдасының жүріс жасайтынын бұрын соңды естісе де көзбен көріп, қолмен ұстамаған еді. Отбасында жанжал орын алды. Бірақ әйелі ашуға ерік беріп кетіп қалудың орнына өзін қолға алып, отбасын сақтап қалуды жөн көрді. Бауыржан, 3 баланы қаңғытып, саған және сенің тряпкаларыңа үйді тастап кетіп қалатын мен емес. Менен шаршаған боларсың, мен жас емеспін, қызықтырмайтын болармын, сені бөгемеймін. Чемоданыңды жинап кете бер бірге, деп айқай шығарды. Бауыржан қаншалықты қыз құмар болса да, отбасы мен балдарын алға қоятын адам. Ешкімге де, ештеңеге де айырбастау деген ойы болған емес. Әңгіменің тоқетері Тоғжан бұл үйді босатып көшіп келеді. Алғашқы 5-6 ай Бауыржан ыңғайын тауып келіп жүрді, кейін қызығы басылып Тоғжанға болды. Хабарласпа, жассың, басы бос адаммен кездескенің дұрыс болар деп кете берді. Бұл жерде мораль қандай? Қысқа мерзімді сезімге ерік беріп, отбасылы адамға ғашық болудың қате екені, отбасы бар, ер адам сені сүйем күйем десе де сенбеу керектігін түсіндіреді. Біреудің отбасын шайқап бақытты өмір сүру мүмкін емес. Өмір бумеранг. Адамға жасаған әрекетің, ниетің өзіңе келуі әбден мүмкін. Көрермен, тыңдарман қауым, сіздерге амандық, саулық тілеймін.